Ертеде көктемнің күміс самалы жер бетіне жан бітіріп, табиғат ақ гүлін баяу ашқан ғажайып бір таңда сол гүлдің жүрегінен жарық кішкентай ару дүниеге келіпті. Бұл мейіріммен жаралған, махаббатпен тәрбиеленген, шаңыраққа шаттық болып қонған сәби еді. Әмірхан және Гүлсім есімді, атасы мен әжесінің айналасын нұрға бөлепті. Әжесінің әлдейін тербеп, бесігінде аялай өсірсе, атасы немересінің әр қадамының қуанышқа бөлеп, бал күлкісін үйдің шаттығына айналдырыпты. Бұл сәби ата-анасының көз қуанышы, жүректерінің шуағы, өмірлерінің ең асыл сыйы болды. Кішкентайынан ақ ол анасының қолғабысы болды. Ас үйдің берекесін кіргізіп, кішкентай алақандарымен манты түйіп, ыдыс жуып, балғын жүрегімен жылулық сыйлап жүрді. Уақыт өте келе, кішкентай бауыры дүниеге келіп, екеуі бірге балалықтың бал дәуірін бөлісіп, бірге күліп, бірге ойнап, естеліктерге толы күндерді қатар өткерді. Сөйтіп, 3 жасқа толып, қолынан кішкентай сөмкесін ұстап, балабақшаның табалдырығын батыл аттады. Ал бүгін сол ертегінің жалғасы сахна төрінде жарқырап тұрған менің асыл қазынам, менің жүрегімнің гүлі, бұл менің қызым Әмірхан Арайлым Ақылжан қызы.